Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы белгілі ғой. Орта Азия мұсылмандар діни басқармасынан кезінде Жаратбек қажы тарапынан дер кезінде пайымдап үлгерді. Өйткені Орта Азия мемлекеттерінің уақытында сол кезде салафиттік идеология, вахабизм сол кезде бой көтере бастаған кез еді. Сол кезде осы қауіпті дер кезінде пайымдап, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын Орта Азия мұсылмандар діни басқармасынан бөліп шықты. Енді бөліп шыққаннан кейін қазіргі айтып өттік қой, мына Нұр-Мүбарак университетінің негізін қалаған сол Жаратбек қажы болды. Егер де біз мына деструктивті діни ағымдардың алдын алуымыз маңызды, бірақ оны алу үшін бізге не маңызды? Соларға қарсы тұра білетін иммунитеті жоғары бізге білікті мамандар қажет деді. Осыны сол кезде көріп білген сол Жаратбек қажы болды. Әрмен қарай оның ісін Әбсат қажы жалғастырды. Енді қазіргі таңда Наурызбай қажы Тағанұлы осы мәселені өзінің иығында артып, әрмен қарай алға қарай жылжып келе жатыр. Бұл енді кейбіреулер айтады ғой, имам не істеп отыр, мешіт не істеп отыр деген сияқты. Мешіт соға бергенше басқа дүниеге көңіл бөлсек болмай ма, завод фабрика соқсақ болмай ма деген ағамыз айтты ғой. Енді өзім әлеуметтік желіде отырғандығым үшін мониторинг жасап, негізгі жұмысым сол осы халықтың әлеуметтік желідегі хал ахуалын бақылау. Енді халықты айттым ғой, қоғамда діннен бөліп шығу мүмкін емес. Енді біз бұл халықтың осындай негативті пікірлері айтылуы кей кезде орынды, кей кезде орынсыз, бірақ айтылып жатыр. Бұл жерге қай жерден келдік? Соның түбірі маңызды. Оның түбірі айтылмағанша халық ислам діні бізге кеше келген секілді айтып отырады. Енді мешіттердің құрылысы, енді бұл жаңа ағамыз айтты ғой, қайырымды жандардың өзінің демеуімен, халықпен бірлесе отырып соққан бір ғимараты мешіт. Бұған мемлекеттің тек қана қатысатын жері, ресми құжаттары барлығы дұрыс болатын болса, рұқсатын беру, генпланға енгізу. Енді сол мешітке коммуникацияларын барлығын жүргізіп беру. Канализациясы болады, су болады, жарығы болады, газы болады. Ал енді әлеуметтік желіде осында белсене танытатындар негізі қажет емес. Мешіт соққанша басқа дүние соғуға болмай ма деп. Оны атқарып жатқан негізгі міндет ол мемлекеттік әуелі баста. Мемлекет халықтың, біз Қазақстан мемлекеті дегеніміз не әуелі баста? Заң бойынша да Қазақстан әлеуметтік, бірінші демократиялық зайырлы әлеуметтік құқықтық мемлекет дейміз. Демократиялық зайырлы, түсінікті. Әлеуметтік деген не? Халықтың әл ауқатына жауап беру тікелей мемлекеттің басты міндеті. Завод фабрика соғу, сондай жұмыстарда үйлестіру, оның барлығы мемлекеттің міндеті. Ал енді рухани жақ ол халық пен қоғам болып қажеттіліктерге байланысты, сұраныстарға байланысты атқарылып жатқан іс-әрекеттер. Осы іс-әрекеттердің барлығы деструктивті діни ағымдардың алдын алу үшін өте маңызды қазіргі таңда.